Нарық құлдырағанда қалай табыс табуға болады? Нарық құлдырауы әдетте өте жылдам жүретін процесс, ал өсуі салыстырмалы түрде баяу өтеді. Сондықтан нарықтағы құлдырауға дайын болу әрқашан мүмкін бола бермейді. Осы ретте бірнеше қарапайым ережелер инвесторға қаржы дағдарысы кезінде шығындарды азайтуға және капиталды сақтауға көмектеседі. Бұл жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. 2007 жылдың қыркүйегінен 2009 жылдың наурызына дейін S&P 500 өз құнының жартысынан көбін жоғалтқан болатын. Сол кезде индекс 10 жылдан аса уақыт байқалмаған деңгейге түсті. Экономиканың қалпына келуіне 2 жыл уақыт кеткен еді, ал S&P 500 индексі болса да 6 жылдан кейін ғана жаңартылды. Айта кетейік, қор нарығы бірнеше циклден тұрады, яғни нарық өскен соң әрдайым құлдырайды, немесе құлдыраған соң әрдайым өседі. Нарықтағы ең жақсы стратегия жақсыға үміт артып, жаман нәрсеге дайын бол. Қорғаныс ережелерінің көбі инвестициялаудың басында ескерілу керек болса да, ол ережелерді әрдайым есте ұстаған жөн. Бірінші ереже – қауіпсіздік жастығын жасау. Бұл қаражаттың бір бөлігін консерватив түрде инвестициялай отырып, арнайы қор құруды білдіреді. Мысалы, депозиттерге немесе облигацияларға инвестициялау. Олардың нарықтағы өзгерістерге бейімділігі аз болады. Ал егер сізге шұғыл қаражат қажет болса, оларды қауіпсіздік жастығынан ала тұрсаңыз болады. Сондай-ақ ETF немесе инвестициялық пай қорларын қолдануға болады. Мұндай жағдайда қорды валюталар бойынша әртараптандыруға болады. Екінші ереже – мақсаттарыңызды анықтау. Нарықтағы негізгі стратегияңыз қандай екенін өзіңіз анықтауыңыз керек. Егер сіз ұзақ мерзімді инвестор болсаңыз, онда нарықтағы құбылмалық сізді алаңдатпауы керек. Кез келген құлдыраудан кейін нарық қалпына келеді. Бұл тек уақытты қажет етеді. Егер сізде ұзақ мерзімді мақсаттар нақты анықталған болса, онда нарық құлдыраған кезде портфеліңізді қайта қараудың қажеті жоқ. Тек күте тұру керек болады. Үшіншісі, активтеріңізге талдау жасау. Сарапшылар аю нарығы басталғанын болжаған кезде портфельдегі акцияларды қайта қарау керек. Яғни қауіпті компаниялардың үлесін азайтып, тұрақты компаниялардың қағаздарын көбейту керек. Тек жоғары сапалы индекстерге назар аударған дұрыс. Бұл дағдарыстан аман қала алатын өз салаларындағы ірі компаниялар болуы керек. Төртіншісі, дивидендтік акциялардың үлесін көбейту. Нарық құлдыраған кезде портфель құнының төмендеуін теңестіретін құрал бұл дивидендтік акциялар. Дивидендтер еркін ақша ағынын жасайды. Оларды өз қалауыңыз бойынша бөлуге болады. Капиталға қайта инвестициялау немесе ағымдағы қажеттіліктеріңізге жұмсау. Америкалық табысты инвесторлар өсу акцияларын сатып алмайды. Атап айтқанда, дивидендтік ақсүйектерді алады. Яғни, 25 жылдан аса уақыт бойы жыл сайын дивидендтік төлемдерді көбейтетін компанияларды. Сарапшының сөзіне қарағанда, нарықта құлдырау байқалған жағдайда дивидендтер инвестордың портфеліне индекстерден кейін төмендеп кетпеуіне мүмкіндік береді. Бесінші ереже – сату емес, сатып алу. Портфельдің қызыл аймақта тұрғанын көргенде эмоцияға беріліп, ақшаның кем дегенде бір бөлігін сақтап қалу үшін арзан активтерді сатқысы келетіндер көп. Бірақ нарық кез келген түзетулерден кейін қалпына келеді. Міне, бүгін сіздерге нарықта сәттілікке жетудің қарапайым ережелерін айтып бердім. Ең бастысы эмоцияларды сақтау. Бүгінге осы. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, түрлі инвест идеялар ұсынамыз. Көріскенше.